Осыны пайдаланып қызға өрмелейік. Амал не? Достарымыздан да, аттарымыздан да айырылдық. О Құдай, қиын кезде достарын тастап кетті деп бізді кінәлама. Өлгеннің артынан өлмек жоқ қой, деді Парманқұл күрсініп. Құз басына жалғыз Парманқұл ғана аман шықты. Толымбай үңгір тұсындағы оққа ұшқан. Төменде жаздың аптап ыстығы басталып, күн шыжып тұрса да құз басы салқын. Бұлар бірнеше күн түнеген төмендегі үңгір іші де салқын болатын. Ол жерде кеш түссе, жеңіл күпі оранып жататын. Үстіндегі күпісін бағанағы атыс үстінде шешпеген екен. Құз басını өрмелегенде, оның шешпегені тәуір болыпты. Құздың ұшар басындағы салқынға күпінің пайдасы қатты тиді. Бұл құздың батыс бетіндегі жазықты қазақтар, шығыс беттегі тауы көп, тегісі аз алапты қырғыздар жайлайды. Ол жақта да билік басында орыс ұлықтары отыр. Күллі қазақ даласымен таутас жайлаған қырғыз, тәжік халқын, сондай-ақ бұл таулардың сонау көз жетпес батыс бетінде құмды алабы мекен еткен түрікпен даласын мына патшаның отаршыл залымдары қай уақытта жаулап алғаны Парманқұлға белгісіз. Бірақ бұл баяғы бала шағында сол жақтарда да орыс әскерилері билейтінін еститін. Патша әскерилерінің өз туып өскен сыр өлкесін қалай жаулап алған бала кезінде ауыл қариялары көп айтатын. Айтуынша жаулаушы әскерлер мұнда алдымен теріскей жақтан келіпті. Содан Түркістаннан өтіп Арыс маңын жаулапты. Арыстан асып Шымкентті, одан әрі Ташкентті басыпты. Ол кезде сыр өлкесін Қоқан хандығы билейді екен. Уақыт өте келе мұнда орыстың әскерилерімен қатар мұжықтары да көбейіп билігін нық орнығыпты. Шымкентте Черняев деген жандаралы қоқандармен соғысып, ол жерден оларды қуып жіберіпті. Черняев кейін Шымкенттен шығып, күллі Қазығұртпен келесті өңірегін, Ташкент пен Қоқан тарапты орыстарға қаратыпты. Содан бері Ташкент пен Қоқан, арғы жағындағы қырғыз, тәжік түрікпен жерлерді орысқа өтіпті. Орыстар бұл алапты Түркістан өлкесі деп атайды. Өз заманының жағдайын және айналадағы саясаттан біраз хабар бар Парманқұл, патша үкіметі Түркістан өлкесін облыстарға бөліп, ал облыстарды ішінара өздерге бөлгенін жақсы біледі. Шығыс жақтағы таулардың арғы бетінде қырғыз жұрты, ал түстік тарапта Қоқан мен тәжік елі бар екенінде бұл бала кезінен ақ естіген. Дәл қазір өзі қырғыз өтсе де, түстікке тартып Қоқан барса да, сырдың басын кесіп тәжік асса да, бәрібір өзіне қас орыс әскерлерінің құтылмайтынын білді. Бірақ бұл жердегі өзіне қастасқан орыс отряды қайда? Қырғыз бен тәжік жеріндегі орыстар қайда? Ол жерлерге барса, ондағы орыстар өзінің мұндағы отрядпен соғысқанын қайдан білсін? Мұндағы солдаттардың мұның қолынан өлгенін қайдан естісін? Осылай ойлаған Парманқұл шығыс беттегі таулардың арасымен жүріп, алдынан қандай да бір ел кездескенше тоқтамауды ойлады. Бірақ ол құз басына шыққанда түс қайтқан. Аздан соң тау арасынан ерте түсетін кеште батқан. Сан түрлі ойдың қамауында қалған ол, сол күні шың басындағы бір үңгірлі жерге түнеуге жатты. Әдетте ол жатқан жерінде жай талғамайтын. Үңгірде де, түнекте жатса да жайлы төсекте жатқандай, елегізмей, жалғызсырамай керіліп жата беретін. Уайымға салынып көп қайғыра да бермейтін. Осы жолы жатқанымен ұйықтай алмады. Бағанағы атыс үстінде қаза болған достарының өліміне қатты қайғырып, жаны қарылды. Бәрінің ажалына құдды бір өзі кінәлі болғандай, іштей күйініп ақырды. Санасына қай жайдағы ойлар кірді. Негізінде Парманқұл жас кезінен жоқшылықты көп көрді. Кедей отбасынан шыққан соң, байлар тарапынан запылықты да көп көрді. Тіпті қатты жапа шекті. Бай мен мықты шонжарлардың кедейлерге көрсеткен зәбірі мен кембағалдарға батырған талай әділетсіз істерін көрді. Бірақ бала кезінен өжет болып өскен ол, қай кезде де сондай әділетсіздікке шыдамай алса түсті. Ұрысқа кірісті. Талай рет өзінен үлкен жастағы байлардан таяқ жеді, зәбір тартты. Сонда да қаймықпады. Содан бір күні түнде ауылдағы жүректі деген өзімен тетелес 5-6 баланы жинап алып, көрші отыратын Қотырбайдың үйіне барып, оны өлгенше сабап, Арыс қаласына қашып кетті. Сөйтіп Арыста бірер жылдай бұзақ атанып, орыс пен қазақтың байларын тонады. Кейін Мамажан, Толыс деген батыр балаларымен бірге
Ташкент барып ол жақта да өздеріне жақпаған озбырлардың сазайын тартқызды. Бір ғана қала шаһарлардағы озбырларды ғана емес, дала ауылдардағы жөнсіз кеткен озбыр болыстар мен жуандардың, барымташылар мен арамза ұрылардың жағасынан алып, беттеріне соқты. Қиянатшыл старшындар мен бейсымақтарды төзге салам деп отқа түсті. Қазағын қинаған келімсек қара шекпенділердің сазайын беріп сотқа да түсті. Елге тізесі батқан кешегі мамыр сияқты мешкейлерді күллі қауым көзінше жазалап еді, оған жақтасқан ұлықтар өзін арбаға таңды. Сонда қара халыққа жақтасам деп күреске түсіп, азап шеккенде күллі жатақ, барша кедей, жиып айтқанда барлық әлеумет неге түп көтеріліп, мұның соңынан ермеді. Құдай-ау, ұлықтар мен әскерлер, атқа мінерлер мен болыстар тобының саны көп болса, соры қайнаған сол әлеуметтің титтей бір бөлігінде ғана емес пе? Ендеше бастаушы табылса, оны қостаған көп қостаушы неге шықпайды? Соры қайнап сорпасы төгілген, ырыс несібесін бөгдеге ұрлатқан бейшара әлеумет, азғантай ғана езуші топтың неге жаншып тастамайды? Достарына қайғырам деп, мың ой санасын шарпыған өзі, міне жатыр енді тастай қара түнек басқан шың басында жалғыз қалып. Дегенмен Парманқұл көп уақыт ауыр оймен езіліп, жаман қиялмен жүнжей бермейтін. Біраздан соң санасын сансыратқан ойлардан арылып, шың басындағы мүлгіген тыныштықпен бірге бойы балбырап ұйқыға батты. Оянса күн арқан бойы көтеріліп, уақыт сәскеге тақапты. Кешеден бері нәр сызған жоқ, қарны да ашып қалыпты. Қарнынан бұрын суды ойлады. Шың басында суда, атып алар аңда болмайды. Қайткенде де пәске түсу керек. Сөйтсе қажеттінің бәрі табылары сөзсіз. Басқа түскенді сосын көрер. Шыңға көтерілу қиын болса, оның басына қайта түсу одан бетер қатерлі. Парманқұл мылтығын иығына асып, ұзын арқанды беліне орап, шыңнан төмен қарай түсуге ыңғайлы шығыс беттегі кертік тастарды абайлап басып, төменге қарай бет алды. Құздың биіктігі сондай, кез келген адамның оның төбесінен төменге түспек түгілі, етегіне қарауға жүрегі дауалай бермейді. Өйткені құз өте биік, шамамен 250 құлаштай, әрі тік. Мұндай жермен ердің ері ғана жүре алады. Төменге жасаған әр қадамы қауіпке толған ол, аса сақтықпен, һәм жаймен қимылдап, 2 сағаттай уақыт өткенде төменге түсті. Етектеген жердің өзі биік таудың қиыр жартасымен үшкір тас шоқысы көп жоғарғы жағы. Дегенмен бұл тау үстімен аяқты еркін басып жүруге болады. Осы жерден қай жақтағы жазыққа түссең де жол оңай. Сонау төменнен мұнда шығу онша қиын емес. Тіпті атты адамда тез көтеріледі. Жаңағы құз басына қарағанда кәдімгі жазық даладай болып сезілген тау үстіне түскен соң, қарны бағанағыдан да қатты сыздады. Біраз уақыт дем алып алған соң, бір аң атып, отқа қақтап жеп алайын деген оймен мылтығын қарына іліп, оң жақтағы жартасқа қарай беттеді. Қадам басқан сайын пәс боп өсетін қалың тау шөп ағаштарының арасынан пыр-пыр етіп кекіліктер топтана ұшып жатыр. Оларды атпады. Қарын тойғызуға жарарлық үлкендеу аң іздеп, қарсы беттегі құзды жартасқа қарай жүрді. Жартас етегіне жете бергенде биіктегі жарма құлаштай келетін құздың үстінде шығыс тұсқа маңғаздана қарап тұрған бір таутекені көрді. Таутекен мұның сыбдырын сезсе де мызғымай тұр. Денесі нән, мүйіздері үлкен. Осыны атып алсам 2-3 күнге азық болады деп ниеттенген Парманқұл оған мылтығын кезенді. Негізі таутеке секемшіл, әрі өте сақ жануар. Ол да қасқыр тәрізді, оқ иісін алыстан сезіп қояды. Өзіне қауіп төнгенін сезсе, таутасқа секіріп қашып кетеді. Ал мұна таутеке түк өркетін емес. Қайта алға 2-3 аттап, тура құз жиегіне тақалды. Пәсте тұрған ол енді әдем нысана болды. Парманқұл атқанын мүлт жібермейтін мерген. Таутекенің сауыртысын көздеп шүріппені басты. Шүріппе басылғанмен мылтығы атылмады. Қайран болған бұл мылтығын төмен сүріп, оңғысын, оқшантайын тексерді. Бәрі орында. 10 оқты Винчестерде 7-8 оқ тұр. Мылтықтың неге атылмағанның мәнісіне ой жібермей, таутекені қайта көздеді. Шүріппені тағы басты. Мылтық тағы атылмады. Ал таутеке үркер емес. Маңғаз қалпын бұзбай әлі тұр. Бұл мылтық заты бұрын қайта тартып,
Оқтың орнында тұрған-тұрмағанын көрді. Оқтың серіппесі тиетін жері өз орнында, бірақ неге атылмай жатқанын түсінбеді. Сосын затворды қайта қалпына келтіріп, аспанға қаратып басып жіберген еді, мылтық көрсетіп атылып кетті. Бос пистон құлақша ұңғысынан ұшып түсті. Түктің мәнісіне бармаған Парманқұл Таутекеге қарады. Ол мызғымапты. Бір жағы құзды, бір жағы жоталы жырашын кернеп кеткен оқ даусынан тіпті елең қылмаған. Мұндай оқ даусынан Таутеке түгілі аю мен қасқырдың жүрегі де ұшып, кірерге тесік таппай қалатыны мәлім. Ал мына жануар? Парманқұл осы тұрған шынымен Таутеке ме, әлде басқа нәрсе ме деп, оған қайта-қайта тесіле қарады. Иә, басқа ештеңе емес. Қақиып тұрған нағыз Таутекенің өзі. Мылтығын қайта оқтады да оны дәлдеп тағы атты. Құданың құдіреті, бұл жолы да мылтық атылмады. Осы сәт оның есіне ертеде бір аңшының айтқан киесі бар аң туралы айтқан әңгімесі түсті. Көздегенде мылтық атылмай, қолға ұстауға ұмтылсаң, қолдарын қимылға, аяқтарын басуға келмей қалатын аңдардың ішінде бір киелілері болады. Ондайдың 3-4-еуін кездестірдім. Егерде қапиясын тауып, ондай киесі бар аңқыстарды өлтіріп қойсаң, өзіңнен бастап түп қияныңа дейін түк қалмай қырылып қаласың. Содан соң киелі аңдар кез келгенге кездеспейді. Басында ерекше қасиеті бар адамдарға кездеседі. Бойдағы жақсы қасиеттен арылып қалмау үшін, киесі бар аңқысты көргенде, оған зияндық жасамай, кері қайтып кету керек деп, әлгі аңшы айтқан сонда. Көңілін әлгіндей ой тербетсе де осы шынымен киелі аң ба екен деп, оған мылтығын қайта кезенді. Ара қашықтық 200 қадамдай жер. Қолындағы мылтық 200 қадамдай жердегіні мұрттай ұшырады. Бұған мұндай қашықтықтағы нысанды жалп еткізу түк емес. Таутекені көздеп тұрып, 3-ші мәрте шүріппені басты. Бұл жолда оқ атылмады. Тап осы сәтте алдыңғы жақтағы қияда біткен топ-тобылғы арасынан бір қоян атып шығып төбеге қарай қашты. Парманқұл мылтығын соған бұрып басып қалды. Қоян жерге жабыса құлады. Осыдан кейін ғана Парманқұл мына Таутекенің киелі жануар екенін ұқты. Ұқты да мылтығын төмен түсіріп, жаңағы қоян құлаған жерге барды. Қоянды алып, оны соятын және пісіретін ыңғайлы жер іздеп, біраз уақыт ары бері жүрді. Отыруға да, от жағуға да ыңғайлы жерді тауып, артына қарап еді, Таутеке әлі құз басында тұр екен. Қоянды енді соя бастағанда әлгі Таутеке өзгеше үн шығарып, ыңырана бақылдады. Жоқ, бақылдады емес, біртүрлі қорқынышты дауыспен тамағын кере өкірген сияқты болды. Ойында ештеңе жоқ. Парманқұл оған бір қарап қойды да, жұмысын жалғастыра берді. Ал Таутеке құлаққа тосын қам жағымсыз естілетін бақылдауын қоймады. Таутекемен бірге төменгі жақтан жылқының кісінеген естілгендей болды. Парманқұл елең етіп, жан-жаққа құлағын тосты. Расында, пәс жақтан бір тықыр естілді. Тықырмен қоса төменгі домалаған тау тастарының сусылымен бірге бір-біріне соғылып тақылдаған дауыс та шықты. Тау тастарының бекерге домаламайтынын білген Парманқұл қоянды тастай салды да, тықыр шыққан үлкен жартасқа жүрді. Бұл жартастың қарсы бетіндегі үлкен құзды шоқының үстінде әлгі Таутеке тұрған. Парманқұл жартасқа жеткенде бұрылып Таутеке тұрған құзға қарады. Таутеке жоқ. Өзі аяқ басқан жартастың арғы беті тегістеу беткейлі ылды екен. Сол ылдимен 10 шақты солдат көтеріліп келе жатыр. Парманқұл бұлар мұнда қайдан жүрді оларға таңғала қарап тұрғанда, жартас басынан адамдардың күбірлеп сөйлегені естілді. Дереу төбеге көз салды. Тура жартас төбесінде 4-5 солдат бұған төніп тұр. Орталарында қазақ киім киген біреу бар. Оның түрін анық көре алмады. Өйткені ол мұны көре салысымен ары тығылда жігіт айқайлап берді. Міне мырзалар, іздеген бандымыз анау тұр. Айттым ғой сіздерге, бұл құздан осы тұстан түседі деп. Айтқаным келді. Пәтшағардың дауысынан таныды. Қайбір күні Құлбаймен бірге етектегі ауылдарға кеткен жігіт. Ол анау күндері өздерімен бірге болғанда, осы таудың ұңғыл-шұңғылына дейін білемін деп мақтанып еді. Мақтанғандай бар екенін сөзінен білінді. Мұның құздан түскен жерін тап басып, солдаттарды ертіп келіп тұр. Парманқұл жалма-жан бір жағына қисайды да, жанындағы тастың панасына тығылды. Дер кезінде тығылды тасқа. Себебі жартас басындағы солдаттар ананың даусынан кейін
Бірден төменге қарата оқ боратты. Парманқұл да атты. Бір солдат жартас үстіне гүрс етіп құлап түсті. Біреуі жан дауыс шығып өкіріп жатыр. Сірә онысы қатты жараландау. Мылтық даусы төменгі жақтан да естілді. Ол жақтағы солдаттарға қорыққанда қос көрінеді дегені кері келді ма, мұны көрмей жатып оқ атқандары несі? Ал төбедегілер жараланған серіктермен әуре болып кетті ме, оқ атулары сап тиылды. Осыны пайдаланған Парманқұл орнынан еңбектей жылжып, түстік бетке ойысты. Жеткен жерінде қорғанысқа ыңғайлы адам бойынан биік шошайған тастар шоғыры көп екен. Солардың арасына келіп тығылды. Жартас үстіндегілер ары түсіп, таяу жерде төмендегілермен қосылдау. Әлдебір әскеридің орысша айтқан бұйрығы бұған анық естілді. Артынша жаңағы қазақ айқайлады. Парманқұл, қайда тұрсаң да алыс кетпегенің анық. Мені естіп тұрсың ба? Айқайлаған нәлетінің атын есіне түсіре алмады. Құлбай таныстырып еді. Жүзі әпәтсіз, көздері ойнақшыған жылмақай тұқын. Әй, осыдан батырлық шықпайды-ау деп ойлаған ол жайында. Парманқұл, ел қатарлы өмір сүргің келе ме? Онда мылтығыңды тастап мына офицер мырзаның алдына кел. Сөйтсең офицер мырза сенің барлық кінәларыңды кешемін дейді. Әй, жексұрын деп тіл қатты Парманқұл. Не оттап тұрсың өзің? Сонша жерден сабылып, мені кешіріңдер деген бір ауыз сөзімді естуге келдіңдер ме? Офицерің менің кінәларымды кешсе, өзінің ұясына жатып кешіре салмай ма? Мұнша жерге жан қинап, ат терлетіп неге әуре болдыңдар? Сенің айса мұндай сөзіңмен ақымақ баланды алдай алмайсың. Қарсы жақ бір ауық үнсіз қалып, жаңағы сатқын және ышқына үн қатты. Сөзінің бәрі алдыңғы ләмі іспетпес. Бұл берілсе болды, бәрі қол алысып бейбіт шартпен тарасады екен. Парманқұл аздан соң ұқты. Аналар өзін әдейі сөйлетіп тұрып, мұның тұрған жерін анықтап алуды жоспарлапты. Жылмақай қазақтың кезекті бір сөзіне жауап беріп басын тас тасасынан көтеріп еді, екі жақтан өзіне таяп келе жатқан солдаттарды көз шалды. Алдыңғы топтан өскен тау-ши мен тастар тасасынан 4 әскери тұра келіп, алға ұмтылды. Парманқұл жаңа айқайлағанда, мұның қай жерде жатқанына аңғарған екен. Әскерилер тура бұл тұрған тұсқа оқ боратып, асыға жылжыды. Біреу оң құлағының түбінен зу етті. Бұл сол қырына қарай екі аунап түсті де, тура қарсы алдында ентелеп келе жатқан ұзын әскериді бір атты. Анау кескен теректей сұлап түсті. Оны көрген басқалары да жалма-жан жата кетісті. Бірақ оқ атуларын тыймады. Парманқұл артқа сусып жартастың ең етегіндегі кішкене шұңқырға жетті. Сол шұңқыр табанымен алға еңбектеп, жартастың оң бүйіріне айналды. Тағы сәл еңбектегенде, әскерилер қия жартастың арғы бетінде қалды. Олар енді өзін көрмейтінін біліп, орнынан тұрды да алды беттегі сусыма тас қиыршықтардың үстіменен төменге қарай сырғана жөнелді. Көп сырғанамады. Бір текістеу жерге келіп табан тіреді. Жан-жағына көз салып еді, анадай жердегі жазықтай алаңқайда бір топ аттардың қосақтаулы тұрғанын көрді. Аттардың шетінде бір солдат темекі шегіп беймарал отыр. Жылқылар жаңағы әскерилердікі. Ал анау отырған, аттарды қарауылдап отырған солдат екенін бірден ұқты. Беткейдегі бұталарды тасалай мысықша басып келіп, солдаттардың сырт жағынан барды да, оның тура желкесіне мылтық дүмімен қойып қалды. Ол сорлы не болған ұқпаған күйі естен айырылды. Парманқұл тез-тез солдаттың оқ-дәрісін қалтасына тықты. Сосын аттарға жақындады. Бірден бір аттың үстіндегі қос басы томпиған қоржынға көз түсті. Қоржынды ашса, іші тола ауқат екен. Аттардың бәрін қосақтан босатып мықты көрінген бір атқа өзі мініп алды. Қоржын артылған атты жетекке алды да, басқа аттарды ылдиға қарай айдады. Барлығы қолға және айдауға үйренген жануарлар ғой. Парманқұлдың айдауымен шашау шықпай, тобымен төменді бетке алды. Әбден жазыққа түскен кезде әр аттың тартпаларын қиып, сол жерге қалдырды. Неге екенін қайдам, осы кезде оның есіне бағанағы оқты армаған таутеке түсті. Жануар расымен киелі екен. Соның киесі ғой. Мені қапыда басқан жаудан құтқарған. Ат оңай жүретін жазыққа аяқ іліктергенде, сонау алыстағы тау төбесі жақтан бір-бірімен айқайласқан әскерилердің дауыстары еміс-еміс естілді. 10 шақты мәрте мылтықта атылды. Парманқұлдан бір,
Аттарынан екі айырылған әскерилер өзара ерегісіп бір-біріне оқ боратты ма, әлде ашуларын аспанға мылтық атып басты ма, ол жағы бұған беймәлім еді. Келесі бөлім. Азаттық үшін күрес. Солдаттарды атсыз және тамақсыз тау ішінде қалдырған Парманқұл қырғыз жайлаған талас жаққа да бармады. Батыс беттегі етекке де жақындамады. Енді қай жаққа барса да орыс ұлықтарының тыныштық бермейтінін сезіп, біраз уақыт тау арасында өмір сүруді қалады. Тау арасында жүріп ақ, қыс түскенше жан-жақтағы ауылдарға жасырын барып, өзіне жақтас адамдар табуды. Және ұлықтардан кек алатын топ құрып алуды ойлады. Сөйтіп қырғыз бетке қарайтын Тарғыл тауының бір түкпірінен жайлы үңгір тауып жалғыз өмір сүруге көшті. Тау ішінде жалғыз күн көрген адам қай кезде де сергек болмаса болмайды. Өйткені жан-жақтың бәрінде жортып жүретін жабайы аң. Адам мен атты бірдей жоятын аю мен сілеусін, қасқыр мен барыс түгілі, қарсақ пен түлкіден, шибөр мен жабайы шошқадан да келетін қауіп көп. Өзімен қоса қосшылықсында күзеткен Парманқұл күндіз түні сақ. Қай кезде де ұйқысы сергек. Түн түсе мылтығын оңтайлап, оқ-дәрісін жанына үйіп қойып жатады. Күнде тау ішін аралайды. Азыққа аң атады. Одан қалса тау табиғатын тамашалап жүріп, қиял кешеді. 10 шақты күн өткенде күндіз жан-жақты шолып қайтайын деген оймен тағы да тау аралауға шыққан. Бұл жолы бағытын өзгертіп, түстікті бетке алған. Әудемде жүргенде бір жылтыр тасты жарғабақтың түбінен үңірейген кішкене үңгір көрінді. Оның қандай үңгір екенін білгісі келіп соған жақындады. Таяп барып үңгірдің аузынан ішіне үңілді. Үңілгені сол еді, арғы жағынан қорс еткен бір қара аю шыға келді. Шыға келді де мұны алдыңғы аяғымен бір ұрды. Аюдың алдыңғы аяқтары адамның қолы сияқты жұмыс істейді. Және соққысына адам түгілі, мықты деген жылқының өзі шыдас бермей жалп етеді. Аю аяғын жұмсағанда бұл жылдамдықпен еңкейіп үлгерді де, белінен құшақтай алып оны шалқасынан құлатты. 4 аяқ аспаннан келген аю сорлы қорбаңдады да қалды. Аюдың бекерден бекерге адамға тиіспейтін Парманқұл бұрында талай естіген. Және ол ашуланса, бойындағы алапат күші одан бетер қозып, адам тұрмақ құшағына сиятын алып тастарды да оп-оңай лақтыра беретінді талай естіген. Сондықтан да ең жақсысы оны ашуландырмау. Дегеніне көніп, одан үндемей алыстап кету. Аю шалқасынан түскенде дереу тұра салды да тез кері шегінді. Осы кезде үңгір түкпірінде аюдың кішкентай екі қоржынын көзі шалып қалды. Аюдың ай-шай жоқ неге бірден өзіне атылғанын енді түсінді. Соларды қызғанған ғой. Үңгірден жылдам шығып мылтығын оңтайлады. Алып аю артынан жүгіріп шықса ата салайын деген. Бірақ аю сыртқа шықпады. Ол шықпаса да оны үңгір аузында тұрып ақ атуға болар еді. Алайда аюдың жас қонжықтары есіне түсіп оған аяныш танытты. Сонда да бір үркітіп қояйын деген оймен мылтығын аспанға қаратып басып салды. Сөйтті де тұрағына қарай кері қайтты. Жаңағы аю бір ұрғанда аяғының ортаңғы тұсы мұның жауырының тұсына тиген. Онда жанына батқан соққыны ет қызумен байқамаған екен. Сол соққының зардабы енді байқалып, жанына батып арқа тұсы сыздай бастады. Жатын орынға тақай бергенде аттарының осқырынып, жер тарпыған дауыстары шықты. Жылдам жүріп олар тұрған жерге жақындағанда, бір аттың үстіне шұбар сілеусінің жабысып тұрғанын көрді. Арқасына мініп желке тұсынан тістеп алған ана пәлекеттен қалай құтыларын білмеген жылқы жануар, біресе жер тепсініп, біресе аспанға шапши атылып, аласырып тұр екен. Екінші жылқы да осқырынып жер тарпып тұр. Сілеусін деген өте айлакер жыртқыш. Ол ағаш үстіне, немесе жартас басына жасырынып тұрып, төмендегі өзі әлі келетін жануарға бірден атылып, желкесіне жабысады. Жабысқан жеріне өткір тістерін қадап еш айырылмай жемтігін ақыры құлатады. Негізі сілеусінің жылқыға шамасы келе бермейді. Дегенмен ол қатты ашықса, жылқы түгілі адамға да шабады. Жылқының желке тұсынан аққан қан суылдап, сауырынан жанай жерге ағып жатыр. Сірә ана жыртқыш өзінен әлдеқайда үлкен әрі күшті жылқыны жыға алмайтынын білген соң, оның желке тұсы мен тісі батқан жерін шайнап жеуге кіріскен ол. Парманқұл оны атуға ыңғайланып мылтығын кезенді. Бірақ ары-бері шапшып, біресе оңға, біресе солға секіріп жыны шыққан жылқы үстіндегі сілеусінді көздеуге іліктірмеді. Ақыры бір сәті келгенде оны бір атты.
Тулаған аттың үстіндегі оған оқ жөнді дарымады ма, жерге топ еткен сілеусін тұраса Парманқұлға атылды. Пәтшағар мұнша жылдам бола ма? Бұл екінші рет атып үлгіргенше секіріп келіп мұның мылтық ұстаған қолына жабысты. Мылтығы түсіп кеткен бұл сол қолменен оның тамағына шап берді. Ананың өткір күрек тістері бірдемде сүйектеріне дейін батты. Бұл болса сол қолымен сілеусінің тамағын қатты қыса түсіп, оны жерге жықты. Тыпырлаған пәлекет тістерін білектен алар емес. Сөйтіп жатып төрт аяғымен мұның денесін тырмалай бастады. Өткір тырнақтары үстіндегі киімдерді заматта далдалын шығарып, денесінде тілгілеп жіберді. Осы кезде қаны басына шапқан бұл ақырып жіберіп, оң қолын сілеусінің тамағынан босата салды да, беліндегі қанжарын суырып алды. Сосын оны жыртқыштың ішіне соғып жіберіп, жоғары қарата бойлай тіліп жіберді. Сілеусінен әл кетті. Әлімен бірге жаны да кетті. Жаны кеткенмен жағы қарысып қалған ба, тістерін білектен босатқан жоқ. Парманқұл білегін сілеусінің қатып қалған жағымен сояудай тістерінен әзер босатты. Білекке тіс батып тұрғанда қан онша аққан жоқ еді. Оны алғанда қып-қызыл қан суылдай жөнелді. Заматта тіс кірген жерде солқылдап ауырды. Қатты қанаған жерге топырақ ем, және таудың тау жапырағында жарақатқа таптырмас дауа. Тек өзі сеніммен әрекетіне сенген Парманқұл жарақатын алдымен топырақ сеуіп, қан ағуын тоқтатты. Одан соң білегіне сол жапырақты таңды. Ауру біраз басылғанда жаңағы жылқының жағдайын білмек болып, соған жақындады. Желке тұсымен арқасы қан жоса болған жылқы жануар жарақатын ауырсынғандай басын төмен салып тұр. Сілеусіннің өткір тістері терісін аршып, сүйек еттерін мыжғылап тастапты. Қаны тоқтаса аман қалуы бек кәдік. Жануардың шұрқырап мазасызданғанына қарамай, оның жарақатына да топырақ септі. Аюдың соққысы тиген жауырының ауру тез басылды. Ал сілеусін тістеген білегі 15 күндей жазылмай әбден әуреге салды. Бір айдай өткенде жарақат орны жазылып, әбден сауықты. Сілеусін шайнаған аттың да жауырыны бітіп жазылып кетті. Екі аттың бірін мініп, бірін жетектеп 15-20 күнде аңнан басқа адам баласы жүрмейтін мұңшат қалды. Сансыз сайлы, 100 жар тасты тау ішімен жүріп, қазақ пен қырғыз қоныстарын бөліп тұрған әрі елі жақындау Шымған тауының шығыс жақ бетіне орын ауыстырды. Шымғанның биіктеу тұсында адам өмір сүруге ыңғайлы, және жанында бұлақ ағатын үңгірге жайғасқан. Бүгін мұнда қонғанына 2 күн болған. Кеше түнде азанда шыршық тараптағы елге түсіп қайтамын деп ниеттенген. Түнде бір беймаза, біреулер өзін қол бастауға, ұран көтеруге шақырған түс көрген. Бүгін азында сол түстерінің әсерінен арыла алмай, беймаза күй кешті. Аздан соң бір нәрсені көп ойлай бермейтін әдетіне басып, түсін ұмытты да сілкініп, кеше кешке қақтап жеген елік етінің қалғанымен тамақтанып алды. Күрең атты мініске қалдырып, екінші атты үңгірге кіргізді. Оны аңқыс жарып тастамасын деп, үңгірдің аузын дәу тастармен бекітті. Жұмысын біткесін күреңге қонып, жолға шықты. Күрең ат әбден тау таста жүріп үйренген жануар. Ылдиға түсетін жайсыз жүріске де машықтанған. Иесі тізгін бұрмай-ақ жолды өзі табады. Бірі адамның, бірі жылқының мықтысы Күрең мен Парманқұл жарты күн жүрістен кейін жазыққа аяқ іліктірді. Жазық дегеннің өзі тау тасы жоқ демесең, қырлы жоталы. Парманқұлға бұл өңірдегі сай мен қырдың бәрі таныс. Ілгерде 2-3 мәрте болған. Әне, анау қырдың астында Жетіген болыстығына қарайтын Белтас ауылы. Діттегені сол ауыл. Қырдан асып Белтас көзге түскен кезде Парманқұл ауыл шетінде бір жерге жиналып, құжынап тұрған адамдарды көрді. Аттылы жаяулы адамдардың бәрі ер кісілер сияқты. Біреулер қолдарын сермеп, әлдеңе айтып тұр. Басқалары да сөйлегендерді қоштап гу-гу етіседі. Олардың тек дабырлаған дауыстары ғана естілгенімен, не айтып жатқандары құлаққа анық келмейді. Мұның не жиын екені ұқпаған күйі құр басында тізгін тартып тұрып қалды. Бәлкім ауылға барымташылар шапты. Бәлкім ауыл арасындағы ағайындар арасында үлкен дау шықты. Қайткенде де мынау тегін жиын емес. Үлкен даумен мәселе болмаса ауыл жұрты бұлай жинала бермейді. Қырбасынан жиынға тағы көз салды. Жиналғандар тек қазақ екен. Араларында солдаттар да, бөтен киімді орыстар да жоқ.
Осыған қарап бұл ауыл арасындағы дау болды ғой деп ой пішті. Арттан бір тықыр естілді. Бұрылып қараса 5-6 кісі төмен жақтан бұған тура келе жатыр екен. Әп-сәтте олар жетіп те үлгерді. Басын қара орамалмен шарт тартқан алдыңғы аттылы қамшысын алға соза даусын көтере сөйледі. Ой, Парманқұлмысың? Ой, пәлі деген. Ой, батырым-ау, жерден шықтың ба, көктен түстің бе? Көзіме сенбей тұрмын. Уай, не дейін? Уай, міне керек кезде жетіп келдің нағыз ер. Алғашқыда даусынан, кейіннен жүзінен таныды. Анада өздерімен бірге арғы жақтан еріп келген. Кейін осы шыршық маңында топтан ажырап қалған Ойқара деген шабандоз жігіт екен. Өзі Ойқара десе Ойқара. Парманқұлдан 7-8 жас үлкен. 30-40 шабандоз долдаға лап қойғанда ешкімге дес бермейтін нағыз палуан. Өй, сенбісің Ойқара? Уай, хай, ахуалың жақсы ма? Қайдан келесің? Қайдан келесің дерің бар ма? Анада есіңде ме? Мен осындағы түп нағашыларымды іздеп келемін деп, төменгі шыршыққа кеткенімде сендер шатқалды өрлеп кетіп қалыпсыңдар. Содан өздеріңді таппай қалдым. Есесіне мына түп нағашылармен табысып, осы жерлік боп жүрмін. Өзің тірі екенсің ғой. Қайдан сау ете қалдың? Орыс солдаттарының қудалауымен біраз жерге барып қайттым. Серіктерімнің бәрі атыста қаза болды. Сол атыс шабыстан аман шыққанмен жүрмін неше уақыт тағы аңдай тау кезіп. Содан етекке түсіп келе жатқаным, табысатын ел іздеп. Өздерің қалайсыңдар? Өздерің қалайсыңдар? Мына жүрістерің суыт қой. Ал мынау не жиын? Таутасты кезіп жүріп естіген жоқсың ғой, Парманқұл. Ел ақ патшаға қарсы дүрлігуде. Жер-жерде өзің тәрізді мықты жігіттер қол жиып, Ташкенмен одан бергі кішігірім қалаларда шоғырланған орысылықтар мен ояздарына, әскерлеріне қарсы соғысқалы жатыр. Ана жиында сондай мақсатта өтіп жатыр. Жүр, сонда барайық. Елге керек батыр азаматсың ғой. Дер кезінде келдің. Парманқұл алғашқыда түкке түсінбеді. Ойқара күшке мығым, әлге берік болғанмен тасыр емес. Тұйық, кез келген жерде омырауламай, сөзге сараңдығын көрсетіп, айтарын шолақ ойлармен лақ еткізіп айтып отыра беретін жігіт еді. Бұл жолда сондай әдетіне басып, ауыл арасындағы ахуалды тереңінен түсіндірмеді. Қалғанын кейін естерсің, болмаса өзің түсініп аларсың дегендей, атын ауылға қарай бұрды. Бұлар жиналған топқа жақындағанда Ойқара келді. Ойқара келді деп қауқылдасқан ауыл адамдары оған жарыла жол берді. Ол бәріне дауыстап амандасып, адамдар арасын кимелей төрдегі атты кісіге жақындады. Жиған жігіттерін қайда Ойқара деді, ортадағы бір қария. Уәдең бойынша 50 жігіт жинап келем деп едің ғой. 50 жігіт қазір келмесе де ертең келеді осында. Ал қазір 50 жігітке татитын Парманқұл дегенді ертіп келіп тұрмын. Қандай Парманқұл? Ол кім өзі деді қария таңданған дауыспен. Міне мына жігіт деді Ойқара Парманқұлды көрсетіп. Тек бала екен деп менсінбей жүрмеңіздер. Қария да басқалар да Ойқараның тасасында тұрған Парманқұлға иектерін көтере тесіле қарады. Қарияның артында тұрған бір денелі жігіт, пішту, мына шикөкпенді 50 кісіге татитын баһадүр деген Ойқарада да еш жоқ екен-ау. Иә, біреулер әлдекімді мақтауға құмар-ау. Мұндай боғмұрындар өзіміздің ауылдарда өріп жүр ғой деп міңгірледі екіншісі. Үшіншісі дауыстап сөйледі. Әй Ойқара, тышқанды мысық, түлкіні арыстан қылып көрсететін әдетің бар ма сенде? Дәу күреңге мінгені, оны ауыздықтап жүргені болмаса, бұл түйттей жүгірмек қай жауды жастандырып, қай дұшпанды сілейтіп жүр екен. Сөздің ретін тауып, біреуге жөнді баға беріп, сөйлеуді үйренсең етті. Парманқұл өзін менсінбей әрі мұқата сөйлеген әлгілерге жыны келді. Атын жөнкітіп барып оларды қамшымен бір-бір тартқысы келді. Алайда араға жаңа қария килігіп. Тәйтәрі, болар баланың жасына емес, көрсеткен ерлігіне қарап бағала деген. Ойқара бұл бала жайында бірдеңені білген соң, әлдеңені көрген соң жаңағы сөзді айтып тұрған шығар. Түрі де, тірлігі де бейтаныс балаға көрген жерден сондай күмәнді сөз, мұқатпа кейіп білдіру, соқталдай болған сендерге жараса ма? Жасы жас шығар, бірақ көзінен от,
Бетінен шоқ көріп тұрмын мұның. Қолдарын қараңдаршы, күректей. Сендердің сөздеріңе намыстанған сондай, жемтігіне атылатын жолбарыстай көздері шатынап, түрі құбылып кетті. Ойқара мұны тегін мақтап тұрған жоқ. Мен Парманқұлдың болмысы шапса, жалғыз өзі жау қайтаратын, сарбазға қосылса топ бастайтын қасиетке ие екенін сезіп тұрмын. Үшеудің аузы бір демде жабылды. Топ ішінен, «Я, қарияңкі жөн, соны айтсайшы, жас демей, кәрі демей, күллі елді біріктіре алмай жатқанда бұл үшеудің сөздері ерсі болды. Өздері бірдеңені тындырып па деген сөздер шықты артынша. Қария тағы да дауыстап сөйледі. Доғарыңдар күңкілді. Айтысып жататын уақыт емес қазір. Одан да мәселемізге көшейік. Қарияның бұл сөзі Парманқұлдың ызасын тежеп, ашуын тарқатты. Оның аты Жақсыбек екенін біліп алған соң, оған жақындап келді де қос қолдап амандасты. Сосын сұрады. Жақсыбек ата, мен бір айдан аса тау ішінде жалғыз болып, елдегі жаңалықтан махрұм қалдым. Қазір ғана Шымғанның басынан түсіп едім. Жолда мына Ойқара кездесіп, осындай етіп келді. Елді бүлдірген, дүрліктірген қандай жағдай қария? Айтып түсіндірмесеңіз, бар нәрседен бейхабармын. Ой бұл қарағым-ай, Ақпатша қазақтан әскерге солдат аламын деп жарлық шығарыпты. Елдегі 19 мен 43 жас аралығындағы жарамды ер азаматтарды батыстағы майданға апармақ. Баяғының Ақпатшалар қазақтан ешқандай солдат алмаймыз деп ант берген екен ғой. Мұнан Николай патша сол антты бұзыпты. Оған бүкіл сыр бойы мен Ташкент төңірегінде қазақ өзбектердің игі жақсылары наразы болып, Ақпатшаның жарлығына көнбейміз, әскерге жігіт бермейміз деп бұлқынып жатыр. Бүгінгі барлық ауыл осылай дүрлігі үстінде. Барлық ауыл бірігіп Ақпатшаға наразы хат жазбақпыз. Керек болса бас көтеріп, қарсылық білдірмекпіз. Осы мақсатта жиналып тұрмыз Парманқұл қарағым. Қазақ жігіттерін солдатқа емес Жақсыбек қария деді Ойқараның жанындағы жігіт. Батыста орыстар соғысып жатқан майдандағы қара жұмысқа алмақшы. Ол жаққа барған қазақ жігіттері оқ астында жүріп, өлік жинайды екен, жер қазады екен, темір жол жөндейді екен. Жұрт жігіттерімізді қару ұстайтын солдатқа емес, неге қара жұмысқа алады деп наразы. Ойбай-ау, шаруаға жарамды жас жігіттеріміздің бәрін жиып алып кетсе, елде егін егіп, орақ оратын, жұмыс істеп үйді асырайтын кім қалады? Құрысын, жібермейміз балдарымызды майданға деді шеттегі бір шал. Балдарымыз ол жақта орыстың жаралы өлігін жинап жүріп, қаңған бір оқтан өліп кетсе қайтеміз деп жалғады оның сөзін тағы бір қария. Шыршық пен Қожакенттің болысы мен старшындары осы маңайдағы ауылдардан 357 жігіт майданға алынады деп қағаз хаттап қойыпты. Осылай елге бір зұлмат төнді. Енді ұлы ояздармен жасырын емес, ашық күресетін күн туды деді Ойқара. Біз бармаймыз ешқайда. Егер зорлап алып кететін болса, зорлықшылармен алысып бағамыз. Ит арқасы қиян жерде өлгенімізше, туған жерде өлгеніміз жақсы деп шуласты жастар жағы. Жиналғандар бұдан да кейін жамырасып, патша жарлығына қарсылықтарын білдіріп жатты. Шуды басуға ниеттенген Жақсыбек қария қолын көтерді. Бүгінде күллі қазақ жермен оған жапсарлас жатқан Ташкеннің, Қамсырдың арғы бетіндегі өзбектің барлық қалақшылақтары патша жарлығы ел құлағына тиісімен өздеріне қарасты ауыл адамдарын ұлықтардың бұйрықтарына көнбеуге үйістіріп жатыр. Қай ауыл болса да басқа ауылдардың адамдарын өздеріне қосуға үгіттеп шабармандар аттандыруда. Мына Ойқарада ауылдағы 50 жігітті жарлыққа қарсы болуға дайындап кеп отыр. Біз де соларға қосылып, патша жарлығына көнбейміз қоя қалайық. Бәріміз осыған келісеміз бе? Келісеміз деп жиналғандар шу етісті. Ендеше күні ертең ояз ұлықтар мен болыстың шабармандары келген кезде, дәл осылай ұйымдасып жөнсіз талапқа көнбейтін ел екенімізді білдірейік. Күллі қазақ осылай ұйымдасып қарсылық көрсетсе, патша да өз жарлығының жөнсіз екенін аңдап, елмен санасатын шығар. Осындай шешімге келіп бір ойға бекінген көпшілік шуылдаса тарасты. Жақсыбек біраз кісілерді үйіне ертіп барды. Оның үйінде орта бойлыдан сәл биіктеу, құба өңді, қияқ мұрты өзіне жарасқан, ер азамат атаулының көріктісі деуге келетін орыс үлгісімен киінген,
Киген киімі де өзіне құйып қойғандай жарасқан бір қонақ жігіт отыр екен. Жақсыбек оны қонақтармен таныстырды. Ол төменгі Ташкенттен келген Сералы деген жігіт екен. Сералы бәрімен ықыластана амандасып, қариядан жиынның қалай өткенін сұрады. Жақсыбек жиынның ойдағыдай өткенін айтты. Риза болған Сералы, барлық ауыл осылай бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып біріксе ғой, деді жымиып. Бұл Сералы оқыған жігіт. Ташкенттегі орыс ұлықтарының кеңсесімен Петерборда қызмет істеген. Жақында елге келіп қазақ балаларын заманға сай оқытуға баулып жүр. Жаңағы патша жарлығының мәнісін түсінгілерің келсе, сырын Сералыдан сұраңдар. Түбін қазып айтып береді. Осылай деген Жақсыбек оған бірінші болып өз сұрақ қойды. Ал Сералы, бүгінгі жағдаяттың сырын ауыл жұрты қара дұрсын ғана түсініп жүр. Сен, Сералы, соны кеңірек түсіндіріп бер. Сералы айтты. Батыста құрамында Ресей бар екі блоктың мәнсіз соғысып жатқанына 2 жыл болыпты. 2 жылда жеңген жақ жоқ. Қарсыласушылар бір-бірімен итжығыс түсіп, адамдар бекерге қырылып жатыр екен. Оған көп елдің араласып кеткені сондай, ол соғыс дүниежүзілік соғыс деп аталыпты. Аталмыш майданда орыс әскері есепсіз шығынға ұшырап, солдаты азайған, әл-ауқаты кеміген. Осындай қиын шақта патша күллі қазақ даласы мен өзбек, қырғыз, тәжік, түрікмен жайлаған өлкедегі мұсылман балаларын соғыстағы қара жұмысқа алуды ұйғарыпты. Мұсылмандарды былайғыда құл санайтын аздай, соғыста да екінші қатардағы адамдар ретінде майданға салмай, ондағы ауыр жұмыстарды атқаратын малай, қаңғыған оқтан өлсе сұрау жоқ жетім жұрт сияқты пайдаланбақ екен. Бұған ел жақсылары наразы боп, бас көтеріп жатыр. Бас көтергенде қалай? Ел жақсылары патша әскеріне қарсы соғысамыз дейме деп сұрады Парманқұл. Патша өзі шығарған жарлығын қазақтар мен басқа мұсылмандар наразы болып жатыр екен деп, өзі бұзбасы екі бастан аян. Сондықтан да ол жергілікті ұлықтарға қалайда жарлығын орындатуға пәрмен береді. Ал патшаның пәрменін жерге тастамайтын жер-жердегі облыс пен ояз, әскер бастықтары оның бұйрығын орындау үшін неден болса да тайынбайды. Ал қара халық олардың пәрменіне бағынбайтын болса, сөз жоқ. Патша әскері бізге күш қолданатын болады. Ал әскер халыққа оқ ататын болса, амал жоқ. Бізде қарсы шара жасауға көшуге тиіспіз. Сондықтан да қарап жатпай, бүгіннен бастап бір ортаға ұйымдасуымыз қажет. Қолда бар қарулармен жарақтанып, бар нәрсеге дайын сарбаздар топтарын құруымыз керек. Сол түні Жақсыбектің үйіндегі қонақтар таңға дейін кеңесті. Сералы оқығанымен көп білетінін білдіріп, осы уақытқа дейін орыс отаршылдарының қара қазаққа көрсетіп келген зәбірі жайында ұзақ әңгімеледі. Бір әңгіме мың әңгіменің түбін түртеді дегендей, қазақ даласын орыс жаулағалы бері отаршылардың көрсеткен зорлығының бәрін тізіп шықты. Бұлай кете берсе қазақ ұлт ретінде жойылмаса да, рухы жағынан мүлде өзгерген, санасы мен ойы құлдық жүйеге мәңгілік шырмалған, тілі мен дінін жоғалтқан. Болмаса жартылай орыс, жартылай қазақ тұрыпты дүбәра халыққа айналады. Басына қанша қасірет төнсе де, үндемей барлық қорлық пен зорлыққа көніп отыра беретін халық сондай кейіпке түспегенде кім болсын? Мейлі, бұрындары орыстың озық қаруынан үркіп үндемедік. Бізден озған білімінен ығып, басымызды төмен тұқырттық. Енді орыс пайдаланып жүрген қарудың тілін қазақта біледі. Ол оқыған оқуды қазақта оқып жүр. Бірақ басқа отырып алған отаршыл орыс, оқыған қазаққа өз жеріндегі облысты басқартпайды, уезді билетпейді, сотқа бастық, комитетке төраға қоймайды. Олаздай батыстағы мағынасы соғыстың ең бір лас, ең бір кір жұмысына қазақтарды айдамақшы. Жоқ бауырлар, көтерейік басты. Ел екенімізді танытатын бір кез келді бүгін. Отырғанда Сералы әңгімесінің рухтанды, көңілдеріне қанат бітірді. Соңында патша жарлығын орындамауға және майданға жігіт бермеуге түбегейлі келісті. Бұл жолда қандай қиындық, қандай қақтығыс, қандай талас тартыс болса да, алған беттен тайынбауға уағдаласты. Алдымен ел ішіндегі, ауыл арасындағы оязға тыңшылық, әскерге жансыздық жасайтын жарамсақтарды анықтап, жазалауды ұйғарды. Ояздың пәрменімен ауылдағы майданға аттандырылу тиіс жігіттердің тізімін жасап жатқан жағымпаз болыс старшындардың қағаздарын өртеп, өздерін елден аластап жіберуді шешті. Жарлықтың шығып, күшіне мінгеніне де бүгін 9 күн болды. 9 күннен бері болыс старшындар қанша жігіттерді,
және кімдерді тізімге алып жатқанын ешкім білмейді. Енді 1-4 күнде болыстар тізімдерін ояздарға өткізеді. Біз тізімдерді ояздарға жеткізбеуіміз қажет. Сол үшін де ертеңнен бастап әр ауылдың жігіттері өз болыстарынан тізімдерді тартып алып өртеп жіберсін. Сералы әңгімесін аяқтағанда Жақсыбек қай жігіттің қай ауылға барып әрекет ететіндерін белгіледі. Парманқұл Ойқараның жанындағы жігіттерге еріп, бірлесіп Шыршықтың жоғары жағындағы ауылдарға баратын болды. Бағанадан бері Ойқараның жанынан бір ел қалмай жүрген Тұрдаш деген жігіт айтты. Біз жоғарғы Шыршықтағы түлкі жортқан болысы Мұқаншаға барамыз. Сол өңірдегі қазақты ең көп қорлайтын, ұлық орыстардың артына ең көп кіретін болыс сол. Мен соны жазалағым келеді. Тағы бір сөзім, мына Сералы алыс-жұлысқа араласпай-ақ қойсын. Бұл бізге әр уақытта жол сілтер, жөн көрсетер ақылшы көсеміміз болсын. Осыған мақұл дейік. Оған ешкім жоқ демеді.